Саламатсыздар ма? Қалдарыңыз қалай? Бүгін біз осындай әдемі жүзім виноград тоқитын боламыз. Өте әдемі болып шығады. Ал осы жүзімді тоқу үшін біздерге екі түрлі жіп керек, және крючок керек. Немізге қарай қайшы керек, және салмасы бір керек болады. Ол үшін ең алдымен каналыма тіркеліп, лайк басып, коммент жазып тіркеліп кетіңіздер. Ал бастайық. Ол үшін сіздермен бірге осыны тоқып шығайық. Ол үшін біздер ғажайып шеңбер жасап аламыз. Оларға етіп осы ғажайып шеңберімізден 3 столбик без накида тоқып аламыз. Үш столбик біреу, екеу, мінекейіңіз қараңыз. Екі бастан бір бас аламыз. Үш столбик накида жасадық. Одан кейін шамалы тартамыз. Былай мына жіпті тартсаңыздар, мынау дөңгеленіп қатты жібермеңіздер. Одан кейін біз соңғы мынау бастан алып бекітеміз. Жақындатып көрсетіп отырмын. Мынандай соңғы бастан бір петля іліп аламыз да, осы петляны манағы петлямыздан ілеміз. Сонда осындай бізде дөңгелек болып шығады. Ары қарай кеттік. Енді манағы 3 без накида тоқыдық қой, иә? Сол 3 без накидадан біздер әрбіреуінен екі-екіден столбик без накида тоқимыз. Біреу, тақ сол жерден аласыздар, тағы да біреу, екеу. Әрбір жіптен үш жерден екіншісі біреу, тап сол жерден аламыз, тағы да екеу. Келесі үшіншісін аламыз. Мына жерде тұр ол. Басында енді жаңа қаттырақ тартып жүргенмін, мүмкін кірмей отыр. Біреу және екеу. Осы 6 бастан біздер 4 қатар ары қарата тоқи береміз. Ешқандай без накида қылып осылай етіп тоқи береміз, әрбір бастан алып. Мен әдейі жайлап тоқып көрсетіп жатырмын сіздерге. Саласыздар. Алдыңыз, екі бастан бір бас аламыз. Осылайша 4-5 қатар тоқи береміз. Яғни жоғары қонып көріп тұрсыздар ма? Итеріп қойсаңыздар шығып келіп жатырмын. Келесі бастан аламыз. Қарап отырып келесі бастан аламыз. Қарап отырып келесін аламыз. Осылайша кішкене беттетіп, өзіңіздің ыңғайыңызға қарай ала бересіз. Екі бастан бір бас аламыз. Көрініп тұр ғой. Осылайша шамалы беттетіп ала береміз. Мен беттеліп келе жатырмын де, көріп тұрсаңыздар. Міне мен тоқып келе жатырмын. Жарап қалар деп ойлаймын. Қазір көреміз. Мынаның өзі мінекейіңіз жарап. Енді шамалы жерімізді ала тұрайық, неше түспесін бізге. Манағы төндегі жіпті ішіне саламын. Себебі біздің жүзіміміз, мен осы жолы кішкене ұзыншалы қылып тоқып жатырмын ғой. Салмамызды саламыз. Себебі іші тар болғасын, бұл жерге аз кетеді, және осылай өзіңіздің күртжеңізбен бассаңыз жақсы етіп сияды. Ішін аздап толтырып қойыңыз, себебі қазір жоғары қалғасын және салуыңызға болады. Енді біз басын азайтайық. Басын азайту үшін, оны көріңіздер. Біріншісін без накида тоқимыз. Екіншісіне іліп аламыз. Үшіншісіне іліп аламыз.
Кейін мына үш бастан бір бас шығарамыз. Көріп тұрсыздар, үш бастан бір бас шығарайық. Сөйтіп біздер тарылтамыз. Үш бастан бір бас шығардым. Келесі бір басты іліп аламыз да без накида тоқимыз, бүріліп қалмау үшін. Одан кейінгі басты іліп аламыз. Одан кейінгі басты іліп аламыз. Сонда үш бастан былай етіп, үш бастан бір бас шығарамыз. Мінекей, көріп тұрсыз ба? Осылай аузы кішірейе береді. Аузын жапқанша тоқи беріңіздер. Сонда осынша ұзынша үстік жүзіміз пайда болады. Міне, енді соңы көріп тұрсыздар ғой. Енді осыны өзіңіздің ыңғайыңызға қарай былай етіп арғы беттен бір бас алып, бері қарата өткізіп жіберуіңізге болады. Сөйтіп міне біздің жүзіміз дайын. Енді мына басты кез келген жерінен әдемілеп ішке қарай алып салып жіберуіңізге болады. Басын іліп ішіне қарай салып жіберіп, ішіндегі салмасын шығарып алмасаңыздар, сізде осындай жүзім пайда болады. Енді міне осындай жүзімнің бірнешеуін тоқып қойдым. Мен басына мынандай жіп жасап қойдым. Себебі қазір жүзімнің сабағын жасаймыз. Ол үшін біздер мына жүзімнен жүзімге өзіміздің жапырақ жасайтын жібімізден іліп аламыз. Іліп шығарып алдық. Содан кейін осы жерден былай іліп аламыз. Міне көрдіңіз бе? Содан кейін тағы бір-екі бас воздушный петля сияқты қылып шығарамыз. Мынаны іліп алып, келесі воздушный петля түбін ұстап тұрсаңыздар шығады. Қайтадан жасайтын болдым. Жоғары көтеріп сіздерге көрсетем деп ыңғайсыз болады. Міне көріп тұрсыздар ма? Көрініп тұр ғой, иә? Екінші петля. Бір-екі рет осылай воздушный петля жасап жіберіп, содан кейін істесеңіздер болады, үзіп тастасаңыздар. Мына жіпті кері қарата шығарып қойып тастауға болады. Тағы шығарып жіберіп, бері қарата шықпайды. Енді осы жіпті қаттырақ тартып қиып тастасақ болады. Бұл не үшін? Сіздерге көрсетейін. Мен бірнеше осындай тоқып қойдым. Енді ары қарата біз сабағын тоқуымыз керек. Ол үшін біреуін жаңағы үлкендеу екен, ең төменгісіне жіберейін. Ең үлкендеуін төменгісіне жіберейін. Ол үшін мынаны мен біреуіне тоқымауым керек еді жаңа. Ештеңе етпес. Қазір осыдан іліп аламыз. Өзіме де қызық болып тұр. Қалай болып шығатыны іліп аламыз да. Сөйтіп басына қатайтып алайық. Міне іліп алдық. Осыдан кейін келесісін мен әдейі кестедім. Кейін мына жаубырағандарын жасырамын. Келесісін мына былай етіп ілмекшімін. Сондықтан да шамалы көтерейін, себебі анық көріп тұрады екен астындағы жүзім. Шамалы көтерейін. Бір-екі көтердім. Содан кейін мына біздің дайындық қойған басымызбен бірге іліп осы жерге қатайтамыз. Осылай қатайтамыз. Қазір бас көбейіп кетті менде. Я болмаса инемен, жіппен, осындай цветпен мыналардың бәрін қатайтамын. Артық жіптен қиятын қиып тастаймын. Так, біреу кетті. Так, мына біреуін алайын. Келесіге екіншісін алайын. Осыдан өткізем және мынадан өткізем. Көріп міне ілінді бұл да. Так, үшіншісін алайын. Жіптерім шатысып кеткен деп жатыр. Қай жақтан шығады? Так, осыдан өткізіп алайын. Қазір көреміз. Осылайша біз іле береміз. Жоғары көтеремізді іле береміз, жоғары көтеремізді іле береміз. Сонда бізде жүзім, сабақта ілініп тұрған жүзімнің түрлері шығады. Жаубырағандар бірге ілінсе, қолдарыңа бірге іліп алып кетіңіздер.
себебі осылардың астына жасырынып қалады. ілінбесе сыңар алыңыздар. Так, мынау біреуіне ілінді, екіншісін шайнады. Шығардым, арасын тығыздау қылып, бір-екі арасында воздушный петля салып жіберулеріңізге болады, орталары ашылу үшін. Енді как получится, не знаю. Осылай положим. Так, келесісін. Іліп алайық. Так, келесісін іліп алайық. Қазір реттеп бәрін сосын. Арасында біріктіріп, бекітіп, былай етіп бекітіп, тағы бір воздушный петля. Енді қосып жіберейін. Воздушный петля алып жіберсеңіздер, кішкене бекіп тұрады да. Осылай етіп. Келесісін аламыз. Так, любой жерден ілдіртіп, содан кейін осы жерден шығарып аламыз. Шықты. Так, келесісін алайық. Не уже ведь только женщина. Так. Келесісін алайық. Бізде міне көріп тұрсыздар ма? Шығып келе жатыр, иә? Қазір артық жіптерін жоқ қыламыз, сол кезде бізде әдемі жүзінің әдемі бір несі шығады, байламасы шығады. Тек біреу ілінбей қалыпты. Қазір шығармасам шығайды. Жіп көп болғасын шатып қалып жатырмыз. Шығады. Так. Мені көріп тұрсыздар ма? Шықты, иә? Шығып келе жатыр. Так, келесісін. Өнемен былай істеймін. Мына жақтан да қарау. Мына жақтарға да бүйтіп байлап қоюларыңызға болады. Бір жақ болмайды, бұл бетін бүйтіп айналып тұратын нәрсе ғой. Қазір келесісін алайық. Енді ол өздеріңіздің фантазияңызға байланысты. Төменге біреу, одан кейін үшеу, содан кейін төртеу қылып тізіп, бірінен кейін бірін сабаққа өткізулеріңізге болады. Яғни менің жүзімнің сабағына өткізулеріңе болады. Оны отдельно осылай істесе, жеке-жеке бөлек-бөлек те жасауға болады. Ол енді өзіңіздің тоқып отырған фантазияңызға байланысты. Мен қазір бәрін жинақтап берейін деп көрсетейін деп отырғаным. Міне, осылайша. Шығып отыр бізде. Так, келесісі. Так, менде тағы бір екеуі қалған екен. Көп тоқып қойыппын. Енді көп болғанда жақсы ғой. Міне, қазір тартамыз. Енді біреусі қалыпты. Артық жіптерім көп екен менде. Соның бәрін қиып, реттеп, жалпы жобасын көрсете алайын сіздерге қазір. Так, мына жібімді ұстайын. Сіздерге, және біреу қалып қойыпты мына жақта. Және біреу қалып қойыпты. Пайдаға асырып жіберейік. Жоғарғы жағына. Міне қыздар, мына жібімді шығарып алдым. Сіздерге көрсетемін әдемі етіп. Қалай? Әдемі ме? Қазір реттеп ана жерлерін сіздерге арқарата жапырағын, сабағын қалай тоқуды көрсетемін. Міне бізде осындай жүзу пайда болды. Анау бір стебелекте тұрған бір гроздь дейді ғой. Бір гроздь жүзім пайда болды. Енді жапырағын тоқимыз. Ол үшін мен жапырақты бастап тоқып қойдым. Бұны бір жерге қоя тұрайық. Бізге әзірге керек емес. Мен жапырақты бастап тоқып қойдым мынандай қылып. Әрине. Енді бізге осы жапырақтың жүзімі былай бір үш не болады ғой деп ойлап, мына бір жапырақты әделін тоқып, мен ортасын тігіп қойған мынандай қылып. Енді сіздерге ары қарата және бір несін қалай тоқитынын көрсетейін. Осымен үшеу болып шығады сонда деп ойлап отырмын. Ол үшін жаңағыдай бір бас алып аласыздар басында. Соған сіздер 15 бас аласы екеу воздушный петля.
Так, үшеу, төртеу, бесеу, алтау, так, алтау, жетеу, сегіз, бір күні отыр, 9, 11, 12, 13, 14, 15. 15 воздушный петля іліп шықтық. Содан осы жерден қарасаңыздар, 1, 2, 3-ші петлядан салып аламыз, бас аламыз. 3-ші петлядан барып бас аламыз. 3-ші петлядан бас алып, 2 бастан бір бас шығарып аламыз. Сонда біздің жапырағымыздың шеті шықты. Міне. Енді келесі петлядан да бір бас іліп аламыз да, тағы столбик без накида тоқимыз. Келесі петлядан алу үшін столбик с накидом. Енді уже бір басына іліп алдық. Одан кейін келесі петлядан аламыз. Сонда мынандай 3 жіптен бір жіп аламыз, яғни 3 жіптен бір жіп алу үшін әуелі екеуінен бір жіп алып аламыз. Сосын екеуінен бір жіп аламыз. Бұл тоқу столбик с накидом деп аталады. 2 рет столбик с накидом тоқимыз. Яғни бір рет іліп алдық. Және мынаны жерден бойынан келесі жерден және бір бас тоқып іліп аламыз. Міне сөйтеміз де бір жұмысшы жібімізге іліп алып, әуел біреуінен шығарып аламыз, сосын екеуінен аламыз. Так, енді 2 двойной накид 2 рет іліп аламыз. Енді келесінде 2 ретін сіздер көрсетейін деп, мұның бәрі болғанып кетті. Қазір так, мына жерден біреуін аламыз, сосын мына алғашқы екеуінен шығарып аламыз әуелі, сосын және іліп аламыз да, одан кейінгі екеуінен шығарамыз. Міне, енді соңғы екеуінен біріктіріп бас аламыз. Және бір двойной накид, біреу, екеу. Манағы жерімізге барамыз, сабақтан, жапырақтың сабағынан бір бас іліп аламыз. Манағы жерден қазір менде бір нәрсе іліп қалып жатыр. Жаңа көріп. Bir бас іліп алдық. Bir жерде двойной накид. Рабочий жіпке іліп аламыз да, бір рет іліп алдық. Екінші рет іліп алайық деп жатырмыз. 1, 2. Содан кейін мынаумен бекітеміз. Сонда міне жапырағымыз шығып келе жатыр. Енді 2 рет с одной накидой аламыз. Мана айттым. Столбик с накидом. 1 рет алсаңыз солай аталады. Так, 1 рет алдық. 2 рет алдық. Тағы бір рет столбик с накидом кетеді. Келесіге. Енді столбик без накиди кетеді. Енді тек қана осы бір жерден аласыз, салып бас аласыз да. Және бір бас аласыз. Және бір рет аламыз. Келесіден бір бас аламыз. Так, мен сіздерге көрсетейін. Жапырағымыздың бір жағы шықты. Енді екінші жағына шығасыздар. Екінші жағына. Мына бір жерден түбінен бір бас алып. Так. Бір рет шығарып аласыздар да. Енді мына жағын тоқып шықтық қой, мына жақты. Енді жапырақтың екінші жағын тоқимыз. Ол үшін 2 рет без накида, 2 рет с накидом, 2 рет двойной накидом, қайтадан 2 рет с одним накидом, сосын 2 без накида тоқимыз. Ал мына мен түсіндіріп жатқаным мынау. Біз қазір мынандай бір бетін тоқтық. Енді мынандай екінші бетін тоқуымыз керек жапырақтың. Сонда осындай дөңгеленбей. Қазір тек қана бір жағы ғой шығып тұрған. Енді екінші жағын өздерің тоқып қараңыздар. Мен екінші жағын тоқып көрсетем. Міне мен тоқып шықтым, екінші жағын көріп тұрсыздар. Қазір мен осы жерден жібімді үзейін. Түбінен ұстап тұрып, артық жібімді алып тастасам, тартып, кейін осы жіпті бойына жасырса болады.
жасырдық. Бізде қандай не шықты? Енді көрейік. Так, міне біреу шықты, міне біреу шықты. Енді осыны осылай етіп тігіп тастасаңыз болады. Сонда кішкене немесе жағына былай қаратып болмайды екен, былай. Қазір оны тез тігіп тастайық. Сонда бізде мынандай жапырақ шығады. Мен ол үшін мына екеуін бірге қабаттаймын. Керек жерімнен екеуін іліп алып, керек жерімнен жібімді іліп аламын. Да? Бір бас аламын. Бір бас алдым. Енді келесі жерінен іліп аламын. Сөйтіп тағы бас аламын. Артынан тоқып жіберемін. Сыз болып қалады. Но зато жақсы ұстайды. Мына бергі бетімен арғы бетін қарап отырыңыздар. Саусақтарыңызды салып. А то біреуінен алып, біреуінен алмай қалмасын. Қараңыз. Мені саусақ аяқ қолымнан көрінбей жатырмыз деп. Біреуін алдым. Сөйтіп осыған бас алып тігіп шықтым. Уже тігіліп жатыр. Енді және бір алсақ, осы жер бітетін сияқты. Мен қазір ашып көрсетемін сіздерге. Міне көрдіңіздер ме? Ашып көрсетемін. Міне же тігіліп кетті уже. Бірақ түбіне келдік. Енді мына түбінен былай істейік. Түбіне келдік. Енді осы үшеуінің ортасынан бір жіп алайық. Бір жіп қылып алайық та. Чтобы үшеуі бірігіп тұру үшін. Бір жіп алайық та. Осы жерден бір бекітіп тастайық. Міне. Және бір рет алып осылай бекітейік. Сонда бізде мінекейіңіз жапырақ қалай шықты. О, как красиво. Міне, әдемі жапырақ шықты. Енді осы жапырағымызды алып, мына бір жерге бекітеміз қазір. Бізде жіп міне тұр. Осы жапырағымызды алып, басқа кетті. Мына ғой басы. Осы бір жерге бекітеміз. Қазір мен бекітіп шығамын. Сіздерге көрнекті болып тұр ма? Так. Ана веткадан алдық. Сөйттік те. Манағы жұмысшы жібімізден іліп алдық. Қаттырақ тартып, және бір рет іліп алып байлап тастауыңызға болады. Енді біз осы жіпті қисақта болады. Түбінен ұстап тұрып керек емес жерімізді алып тастаймыз да. Осы жіпті осы жерде бос жіптердің біреуімен байлап бекітеміз. Жапырағымыз түсіп қалмас үшін. Байладым. Артығын алып тастағанда бізде мынандай жапырағы бар. Мынаны түбінен ұстасаңыз да болады. Міне бізде осындай әдемі шоқтары сіздерге көрініп тұр ма? Әдемі, әдемі шықты. Ал реттеп қояйын. Ал бүгінгі біздің тоқыған виноградымыз қаналып жатса, каналыма тіркелуді, лайк қосып, комментарий жазуды ұмытпаңыздар. Келесі кездескенше сау саламатта болыңыздар.